әділдік жоқ. Қазақстан Республикасының азаматы ретінде заңға қарай сыйламайды, еңбек адамы деп еңбек кодексін қолданбай, заң бұзушылықтар жасайды. Ата бабамыз қанымен, жанымен осы еліміз, жеріміз қорғады, ұрпақтарымыз жақсы өмір сүрді. Мұнда білмеймін, құлықсақ өмір сүруіміз керек шығар, басқасы. Тек қазақ туралы айтып жатырмын, 12 миллион қазақ бар ғой Қазақстанда. Қазақ ұлты туралы. Тек қана Қазақстанның 132 адамында байлығы деді ма? Сол адамдардың есебі. Нұрсұлтан деп атымды тәуелсіздік алған жылы қойған. Шалдың алдап кететін қайдан білсін әкеш. Қазақстанды біз ойламасақ, сырттан келіп ешкім ойламайды. Өз елімізді өзіміз жөндемесек. Барлығында өз қолымызбен тұрғызам. Жемқорлықты да өз қолымызбен жасап жатырмыз, өз қолымызбен беріп жатырмыз. Так что Қазақстанды өзгерту өз қолымызда ағайындар. Еліміздің қожайыны халық болмаса кім бар? Өзенмұнайгаздың алдында жұмыста отырмыз, тегін жұмыс. Әділдік жолында тегін жұмыс жасап жатырмыз. Мұнайдың бітетін, бітпейтін бір Алла тағала біледі. Адам баласы ертең өмірін не болатынын білмейді. Ол мұнай бітеді деген. Білмеймін, андай бір бақсы балгерлердің іс-әрекеттері сияқты. Алла тағала берген байлықта, Алла тағала өз уақытында алады, қажет уақытында. Әділдік үшін өзіміздің уақытымызды жұмсап, тегін жұмыс жасап, тіршілік жасап жатқан дүниемізді. Тек еңбек заңнамасында адам баласына берілген жұмыстардан осындай бір әділетсіздіктер болады. Соған демек көз жұмып отыра алмады. Маңғыстау облысында 17 кен орын бар, мұнай газ және газ өндіреді. Әрине, мұнай бітсін, бітпесін әділдік керек қой. Әділдік бар жерде жемқорлық болмайды, главный сол. Жемқорлық біздің түбімізге жетіп отырады. Ол жемқорлық жасап отқанда өз қазағымыз, өз еліміздің ішімізде жүрген азаматтар өз қазағын тонап, өз қазағын ашқылы қаңғытып қойып отырған.